Топчугүл Шайдуллаева, Арман, Аңгеме. Жашы 80-ге таяған дүйші уыры бұл рет төшікті көбірек жатып қалды. Мұрдағыдайлы айығып тұрып кетемде ойлаған. Қарылығы қаруысын алып, оруға жеңдіріп қойдық шайтеме, анын дардынан сақай басым мойнын алғаннан башқа чарасы қалбады. Кексе адам арқы алдын ойлап, кетер күндің қамын көре баштады. Кетер күннің қамын өмірінің көп бөлігін урлықмен өткөрген bu ауышқа төшекке жатылекте андан да мұрын ертеректен көрсі болмақ екен. Эме 5-6 күн қалған өмірінде Құдайға чағар емне қылғанға үлгірет. Бүгін бі ертебе ажалғап мойын сынса, ел жұртқа дүйші уыры өліптір деп ұғыз жатты. Бұл атына евақ құлағы көніп қалса да азыр дүйшінің намыс ариеттен içi өрттеніп кетті. Өлім алтындағы қар адам уыры деген сөзді ұққысы келбей, ұшы сөзден сарқанып тұрды. Ал уырылық қылған деп көп жыл мұрын тоқтатқан, ұлдары бой жетіп, бірінен бірі өтіп менеткеч тауышкер шықты. Азыр дүйші айылдағы оқатту екі адам болса ошының бірі. Бірақ уыры аты ұшылғынғы чейін бұға ұйғақтай жармашып, чырмоқтай чырмалы өчпей келеді. Көз алдына өзінің тәжиясын елесетті. Жаназа оқылып бүтті, ұлы ортағы шығып елге қайрылды. Атам біреуден қарызы болса менден алғыла, атамдан біреу қарыз болса мен кештім. Қатар тізіліп тұрған дара дегенде дымы түшіп анан, сенің атаң айыл елінің барынан қарыз, анын уырлыққа кірбеген үйі қалған емес, деп жапырт ызылдап жіберішсе, тауытта жатқан сөктің емне авері қалат же, тұрып қашып кете албаса, елден жооп күтіп, салбарып тұрған ұлы қантет. Алты сана аман ел аралап жүргенде, беті бір чымырап қой болған дүйші уыры, еме ажалын күтіп атып, қайсы күндері кімден емнесін уырдағандарын есептеуге тырышты. Көһін ұнытып та қалған. Естіп көрсө іштеген ішіделе бар ле мұнын, бірақ бір қолы туыры болса, бір қолы уыры болып жүре берді. Еш нерсе таппай қалса колхоздың құрылып атқан мал сарайынан 2 қап цементті түндіп қымырып келеділі, же 2 көчі ылдыйдағы тоқ бағардың қороосынан бір қоросын бөктіріп қашчу. Мен деген тоқы бар тоқ бағар бір қоросының жоқ болып қалғанын бір топ күннен кейін ғана білетілі. Дүйші адатта өйліп, тізіліп, жиылып тұрған көп нәрсенің четінен арасынан ұрдачу. Жалғыз нәрсеге жолачу емес. Өзі жыртық тешіктен барына батып, кіріп кетчу бөлөкчө чапчаңдығы бар, арық, кичіне кишелі. Уырдатқандар кем алғанын бір топ мезгілден кейін білсе біліп, білбесе білбей, шекшінген бойдан қалчу. Ұшындан бұ бір да жолы түрмеге түшпеді, жазасын тартпады. Ырас елден арызы менен бір-екі жолы милициялар мұны қармап кетішкен, анан уырылығын дәлдей албаған соң қайра қойы берішкен. Жаза көрбөгені да азыр дүйшөнің уятарын 2 есе, 3 есе қозғып, дарман алын кетірді. Кім білет, уақында қамалып, түрме азабын тартып келсе балкем, ағы азыр жеңілірек болмақ біле. Уырылығын бала кезден баштаған. Есінде бірінші рет жақып қойшының ең қороосынан отын уырдап келгені. Анда 9-10 жашта болса керек, атасы өлген жылы ошол қышта апасы балдары менен суықта отынсыз қалған. Қыштоғы көчіп кетіп, анда-санда айылдағы қорғонынан қавар алған жақып, көп отыны четінен уырдалып атқанына дегенде білген емес. Дүйші кейінді қыш шыққанша бұл қорғонға бір қанчы рет барған. Отыны үйіліп атса, четінен алып қойса емне болмақта ойлаған жаш бала. Бара-бара дүйші чоңыған сайын үйіндегі жоқ нәрсесін башқалардықынан алғанға көніп алды. Балким ошонда апасы мұны қатуыра құрышып, «Мындай қылба, бұл уырылық, уят болады», деп қойса тоқталып қалат біле. Көрсі жашу тіричіліктен жедеп қиналған апасы діле, мұның жорғын біліп тұрып білмексен болып қойған екен. Алмалды дүйші өзі уырылық емне екенін жақшы аңдап діле білбейтілі. Анын білгені бұларда жоқ нәрсе башқаларда бар әлі, кесінде көп әлі. Жетім баланын майда чүйдені уырдағанына алғач айылдаштары да көз жұмып қойшқан. Емне антиштеген.
Başkasın koy, oşonda ele kaptı karmap tün jarımda üyden çıkıp ketip, jarım saatta otun götürüp kirip gelgenimde ele apam, jay jannatı bolgur apam, koluma geliştirip bir çapayı desen. Hazır töşekte jatıp alıp düşüyor karıya, özünün uğru olup kalganın apasın baş kılıp, ayıldaşlarının baharın çetinen günöleyverdi. Hanan kayrele özünün taciyası göz aldına geldi. Munun söğün jerige gömgönden keyin uğlu salt boyunca gelgenderge kayrılıp, atam kanday kişi bolgan ele, deydi. Hoşonda ayıldaşları, ataң ötö epçil, uçar, karmalpagan uğru bolgan, dep, açık aytışpasa da, içinen baharı oşent oylaşat. Oylaşat da baharı demin içine alıp bonçukbay kalışat. Ulumalardan hozun tiktep, жооп kütep dağı bozurat. Үшkürüp algan düşe kıyla sana arqap jatıp anan, munun barına gözün jumdu. Uğru bolgany kalp. Uğru bolsa, uğru boldu deşet. Uğru bolsa uşintip kömletdi. Karıyanın yüzünde emi başkaça bir muң, kaygı kaptadı. Tegi düýnöge Kuday haltına barganda kanter eken. Uğrular tozokka düşötte uqqan, tozok otunun tabın sezgendey düşönün bütkön boyu alı-ola ısıp çıktı. Jamıngan töşöktörün serpip alıp deresesin eşigin açtırdı. Muzdaq su surap bir piyalanı jutup aldı. Tüm boyu uqtay albay taң atkanda üç ulun çakırttı. Baktısına üç öteň tiriçiligine tıň, ulusunun kiyim tikken işkanası var, ortonçusu rayon borboruna iki dükön açkan, küçüsü olsa çoğun maşinesi menen borbor şaarga tınbay jük taşıydı. Düşö jürögü öýgen taşpişin baldarını açık aytdı. Uldarım, men siler turganda uğru atım menen ölgüm gelbeydi. Uğruluğum üçün o dünyada tozokka düşörümdü oylasam, esim eki aklım aldı. Uşunun bir aylasını tapkıla. Menin emi sınalı hüküntörüm kaldı. Düşö uğru doğuşu özgürüp jaşıp ketdi. Uldarı birbirine ünsüz qarap alıştı. Sağımdan keyin ulusu Aslan atasının koldorundan karmap yüzüne oluttu üңüldü. Ata, emne deysiz? Aytыңыз, siz qaalagandy sözsüz atkarabız. Düşö demdine düştü. Aslan, Azamat, Aybek, men elden uğurdagandarımды kaytarıp berişim gerek. Jarayt ata, bereli. Siz bizge tizmesini beriңiz. Kimden emne uğurdaganыңızdan masele jok. Ulusu şar ile жооп aytты. Ata, şaşpay eske düşürüp jaza beriңiz. Keçүүsü stol üstünden kagaz menen rучканы alıp koluna karmatты. Men keşinde gelip ketem ata. Bul jagынан kamsırabaňyz. Ortonçusu atasının jazdygyn juurkanan oňdop atyp işenimde unçukdy. Kudayga şükür, dedi düşö uğru içinen uğuldарын uzata tiktep. Uğuldары işlerine getdi. Koluna kagaz, kalemin karmagan düşönü kayradan oy bastı. Estep körse 40 жылдан aşuun uğruluk kılıptır. Birde az, birde köp. Birok düşö uğru kagazga bir da direkti jaza alбай koydu. Жазса da ошончо убактагы көп урулугу ушул bir kagazga batmak bile. Ulu da kızık. Bir kagazды karmatıp geçinde kelem dep. Bul geçke çeyin жазылып büte turgan nerse bile? Munu jumalap, aylap olturup жазып çıkış gerek. Ушул жерге келгенде düşö özün tokto dedi. Al bir uaqtarda uğurdagandарын eýlerine kaysı beti menen kandıp kaytarıp beret. Aların har birine algandарын jetkirip otursa munun uğruluktar bari kayradan eske düşüp kozgulup andan beter düşüyor uğru bolboybu. Mense özünün uğruluğun açık moyun kalıp jеңилip karaganda kollarına düşüp bergendik emespi. Çok başka bir jolun tapış gerek. Düşö uğrunun kayırdan köngülü çöktü. Keçki mal ortonçu ulu Azamat gelgende atası uktap jatkan anın töşөгünün janında kagaz akтай boydan kalgan. Oşol tünü düşö uğru anın üç ulu çoğulup özlörünçe maslihet kılıştı. Uğuldar atasının kengeşini ep görüştü. Ertesi geçi ulu Aybek Ayıldın mektebinin orukanasının meçitinin kem karçın şaşpay surap bayağı kagazına tizmelep жазып geldi. Düşö uğru soğupçılık kılgan atıptır, degen söz ayılga daroo taradı.
эл ичинде дуу сөз башталды. Ha байкуш ууру, бир кезде кымырып алгандарын кайтарып берейин деген экен. Мейли, ушунчалыгына да рахмат. Кайсы ууру эле күнөөсүн минтип моюнга алып атты эле. Ууру болсо да өзүбүздүкү. Мынча соопчулук кылып атса кечирбей кайда барабыз? Дүйшөнү ууру кылган себеп анын жетимдиги болгон да. Балдары атасы үчүн акчабызды аябайбыз дешти. Анын үстүнө Дүйшөнүн уулдары да уурунун уулу экендиктерине иштен сыза намыстанчу. Кокус 1,5 менен чырдаша кетишсе, ал сөзсүз булардын уурунун баласы экендиктерин эске салып, сөзгө сөлтүк кылып, жер каратып коет эле. 3-1 тууган чакан оорукананы оңдоп түзөөдөн өткөрүп, аны жууркан төшөк менен камсыздап, мектептин спорттук залынын чатырын жаап, эшик терезесин коюп, мечитке болсо жылуу суусу бар даараталчу атайын бөлмөнү куруп бермек болушту. Кете турган чыгымдын баарын эсептеп, 3 уулу атабыздын көңүлүн тынчытабыз дештиби, пулдарын Дүйшөгө алып келип, жаздыгынын астына каттырып коюшту. Иштерин күн бир аз жылысы баштамай болушту. Дүйшөнүн болсо кабагы ачылды. Таңгак акчаны жазданып жатып карыя кубаттана түштү. 2 күнүн ичинде таягын таянып, эшик эликке чыкканга жарап калды. Жакынкы күндөрү мойнундагы оор жүктөн кутулаарын эстегенде жүрөгү туйлап, кубарган жүзүнө кызыл жүгүрүп кетет. Жаз келип уулдар элге убада кылган ишин баштаар учур жакындады. Ушул күндөрдүн биринде Дүйшө түн жарымда кандайдыр бир дауштан ойгонуп кетти. Ойгоноору менен негедир жаздык астындагы пул салынган түйөнгө колун жүгүрттү. Таппады. Башын көтөрүп жаздыгын алып карады. Жок. 2 колдоп жер таянган Дүйшө ууру кыйкырып жиберди. Ой, дат, Мирлан, Мики, кайдасың балам? Жанында күн сайын кошо түнөп жүрчү бой тартып калган небересинин төшөгү бүгүн бош турду. Булдун баарын алып кетишиптир. Жарымын албайбын, сабы жоктор. Ким болсоң да үйүң күйсүн, беажал өлгөр. Таңга жетпей калгыр. Дүйшө доошуп өтүп, алы куруп калганча ууруну каргап, ачайкырык сала берди. Карап тур, мейли сага айтып каматып салбасам, атаңдын оозун урайындар. Билсеңер, бул деген элге берчү пул эле да. Балдарымды мээнет менен тапкан пулдар эле да. Карыя ыйлап жиберди. Кыйлага чейин башын дубалга ургулап, жер муштап боздоду. Акыры чарчап, тураарга алы жетпей төшөгүнө кулады. Башы жаздыкка тиери менен жүрөгү шуу деп кетти. Неберesi кайда? Атаңдын оозу. Дүйшө оюна капыс келген нерседен катуу чочуп алдастай түштү. Башы зыңылдап ооруп, дарманалы куруду. Эми ал ууруларды караганын тык токтотту. Чалгасынан жатып алып, алсыз көрөдү. Өсүп кеттим. Терезени ачкыла. Суу бергиле, суу. Эртең менен балдары атасын эс үчүн жоготкон акыбалда көрүштү. Алар дегенде атасын акчаны уурдаганы келгендер сабаган экен деп ойлошту. Дүйшө ууру ошол бойдон эсине келбей, 3 күндөн кийин ооруканада каза тапты. Уулдары элге берген убадасын атасын жайына койгондон кийин көп узартпай аткарып беришти. Акча уурдаган ууру болсо али күнгө чейин табылбады.